Менің тұрақты көрермендерім, мейрамдарыңыз құтты болсын. Мен бүгін сіздерге лағманның нанын қолдан созу әдіс тәсілін көрсетейін. Мен тек қана тұзбен суда қағана иледім. Енді осылай кесіп алып, табағымызға нанды құйып аламыз. Мыналарды кішкене майлап қойсаңыздар болады. Nanımız tınıp kaldı dedi. Мен айтам да, осы лағманды сайын керемет теріп дәмді жасаса, готовый спагетти салсам, бәрібір лағман онша болмай тұрады. Оның енді секреті осы нанның қолдан созылуында ғой енді. Өзі тоқ тамақ. Біз негізі осы лағманды жиі жасаймыз. Менің Гүлбарам деген қазір келінім бар. Дочанай. Ол да өте жиі жасайды. Өйткені ол кісінің күйеуі Думантай. Жақсы көреді. Қазір немерелерім де жақсы көретін болып кетті.
Şimdi olmamış. Bismillahirrahmanirrahim. Çayımız yedayındır. Salayık. Bismillahirrahmanirrahim. Тура кафедегидей болды ғой ме? Құрметті менің көрермендерім, міне мен әп-сәтте кешкі асымды дайындадым. Сәйін енді өздеріңіз білесіздер, кез келген әйел адам өзінің фантазиясына байланысты үйінде не бар, соны жасай береді, оны өздеріңіз білесіздер. Мысалы, мен кейде редька қосқан кезде капуста қоспаймын, ал енді анандай капустасы басқа болған кезде тағы бір өзім басқалай қыламын, тәтті бұрыш болған кезде сәйін басқаша жасаймын деген сияқты. Ең бастысы, мен сіздерге лағманның нанын, қолдан жасалған, қолдан созылған нанын көрсеткім келді. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Ардақ Әлібековна. Менің каналымды қолдаңыздар. Ең бастысы, бір ғана қоңыраушаны басу арқылы менің каналыма жазылып, әйел адамдар бір-бірімізді қолдайық, қазақ каналын қолдайық. Сау саламатта болыңыздар. Еліміз тыныш, қазағымыз аман болсын.